Ассаламу алейкум достар. Барша қазақ еліне жаңадан келіп жатқан YouTube көрермендерге жалпы қалдарыңыз қалай, баптарыңыз қалай, құс шаруашылықтарыңыз қалай. Видеоны бастамастан бұрын арнаға жазылып, лайк басып, өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса комментария астына жазып кетсеңіздер деп едім. Алдын ала рахмет. Осы видеоның аватаркасынан көріп жатқандарыңыздай, бүгінгі біздің тематика тауық неғып ыстықтан тумайды. Бізде қазір 30 градустай болып тұр, шамасымен далада. Осы тауық неғып ыстықтан тумайды. Мен қазір сіздерге 5 фактор келтірем. Не себептен екен? Оның бірінші факторы тауық ыстықта, үлкен тауық 200-250 мг су ішеді. Сол себептен ол суды ішкенде тауықтың ішіндегі керек жарақ, полезный кальций, калий, фосфат, йод, магний деген заттардың бәрі сумен түсіп отырады. Сол себептен түскенде олар панос болып түседі. Сумен араласып түскенде олар панос болып түседі. Тауыққа керек заттар ақырын организмнан бір аптаның ішінде жоғалып кетеді. Содан тауық жұмыртқа тумай қояды. Туғанның жағдайдың өзінде де тауықтың жұмыртқасы скорлупасыз туылуы мүмкін, туады сөйтіп. Міне көріп тұрғаныңыздай, менде қазір 2 жұмыртқа жатыр. Осы қазіргі сізге айтатын советтердің арқасында. Көріп тұрсыздар, менің үлкен тауықтарымды қосып қойдым. 3 үлкен тауығымды 4-5 айлық балапандардың қасына қосып қойдым. Бұлар қазір бәрі бірге жүр. 5 айлық балапандар алла бұйырса октябрь-сентябрьда туып қалады жұмыртқа. Ал осы бірінші фактордан өтіп, енді ол кальций, магний, фосфат, йод бәрін тауықтың организмында толтыру үшін біз өзіміздің отандық өнім бар, алькарал деген, соны береміз. Ол яйценоскость повышать етеді, иммунитеттерін көтереді. Осы экранға қазір алькаралдың суреті шығады, кім біледі, кім білмейді. Содан кейін осындай суларына сода араластырып береміз. Сода, кәдімгі пищевой сода 0,15 грамм. Ыстық күндері осы содан 0,15 грамм, мысалы қанша тауық сіздер өздеріңіз расчет жасайсыздар, соған араластырып береміз. Содан кейін сода үйлеріңізде жоқ болса, лимонный кислота да жақсы көмектеседі. Лимонный кислотаны 0,30 грамм береміз. Мысалы 2 тауыққа 1 грамм дегендей ғой, сөйтіп 0,30 грамм есептейсіздер өздеріңіз. Сонымен тауықтарыңыздың бастарына қарай қосып бересіздер. Содан кейін жемдеріне кормовой мел деген бар. Қазір осы видеоға шығады осы жерге. Осы кормовой мелді береміз. Бір тауықтың өзіне, үлкен тауыққа 5 грамм, 2 айлық балапандарға 3 грамм. Осы бірінші фактор. Енді екінші факторға көшетін болсақ, екінші фактор сол жаңағы 3-4 айлық балапандар. Оларды көбісі сұрап атады, балапандарым арықтап жатыр, өспей жатыр дегенде. Осы кормовой мелді араластырып бересіздер балапандарыңызға 3 грамм. Балапандарыңыз арықтап атса, салмағын лақтырып атса, ол бір жағынан балапандар бойға алады өскенде. Мысалы, балапан толық бой жүрсе, резко арықта кетсе, ол бойға алуы мүмкін. Бойының өсуіне гормон роста дейді ғой, соған алуы мүмкін. Сүйектері ұзарып. Если одан болмай балапандарыңыз жайдан-жай арықтап атса, оларға сол жаңағы тауықтарға берген лимонный кислотамен содан береміз. Сол жаңағы сода 0,15, лимонный кислота 0,30 грамм. Содан кейін достар, екінші факторға тоқталатын болсақ, тауықтарды неғып тумайтынын. Тауықтар бізде слишком жас болуы мүмкін, биттек беттеуі мүмкін. Биттек бетсе олардың иммунитеттері түсіп, арықтап, бит қан сорып, таскене дейді ғой, сондайлар қаптап кетеді. Ал содан кейін мысалы тауық жас болса, или кәрі болса, или ауру болса, тоже тумай қояды. Үшінші факторға келетін болсақ,
тауықтың не себепті тумауы. Себебі мысалы сіз жаңадан тауық сатып алып жатсаңыз, басқа жерден алып келіп жатсаңыз тауықтарыңызды, олар адаптация деген нені өтеді. Кішкене адаптацияның стрессін алады. Себебі олар өздерінің кругында жүріп, өздері өскен жерде жүріп, сіздер оны сатып алып өздеріңіздің қораларыңызға көшірсеңіз, олар минимум 14-15 күннен кейін өз қалпына келетін болады. Және басқа біреудің қорасынан сатып алып келінген тауықты обязательно үстіне душ сеуіп, содан кейін от клеща дәрілер сеуіп, пропойка жасап алу керек, қораға қоспай тұрып. Себебі ол тауық ауру алып келуі мүмкін сіздердің өзіңіздің тауықтарыңызға. Содан тауықтарды тумай қалады, сіздің туып жүрген тауықтарыңыз. Төртінші факторды айта кететін болсам, төртінші фактор тауықтар осы күн ыстық болғанда тумайтын бірден бір себебі, олар осындай жұмыртқаның орнына кішкентай жұмыртқа туады. Бұл кішкентай жұмыртқа туудың себебі бұлар ана атанғысы келеді. Сол себептен өздерінің күріктегілерін қосады, денелері қызиды, содан жұмыртқаның басын азайтады да бір апта ішінде күрік болып жатады. Ал бесінші факторға келсек, ол вообще тауықтар ыстықтан өліп жатады. Ондай случай болмас үшін мен жерден шланг өткізіп осы жерде суғарып отырам. Күнде сағат 2-де, қазір 1 сағаттан суғарам осы жерде сумен шашып. Себебі бізде, мен уже біліп алғам, 2 мен 3-тің арасында күн қатты ысиды. Сол кезде мен сеуіп отырам. Содан кейін тауыққа сол жаңа айтқандай витамин жетіспеуі мүмкін. Сол тауық туу үшін жақсы 5-ші фактор ол үйдегі қалдықтар, арбуз, қарбуз, дыня, соның қалдықтарын беріңіздер. Және де если тауық арықтап тумай жатса, оған тамағына рыбий жир деген зат бар, соны қосып бересіздер, рыбий жирді. Содан кейін тауықтың бірден бір тумау себебі ол клещ, сол жаңа айтқандай клещ болып кетуі мүмкін. Содан кейін не араластырып бересіздер, суларына алисирил деген, ол да міне қазір экранға шығатын болады, алисирил деген средство. Соны араластырып бересіздер, өте жақсы көмектеседі. Сол бүгінгі видеомызды тамамдаймыз, достар. Осы айтқан заттарды беріп көріңіздер. Мен сіздер үшін әдейі өзімнің опытымнан, өзімнің білетін заттарымнан 5 фактор сіздерге дайындадым. 5 мағлұм мәлімет, 5 информация десе болады. Сондай енді видео қызықты болып, ұнап жатса, сіздерге полезный болса, тауықтарыңыз ыстықтан туғанын қойдырып жатса, ардыңа жазылып, лайк басып, осы видеоға сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазып кетіңіздер. Осы видеоны достарыңызға таратыңыздар, туысқандарыңызға, кімнің тауықтары ыстықтан тумай жатыр, соған таратсаңыздар болады. Былай да если тауық тумай жатса, өздеріңізде көріп, мағлұм мәлімет алсаңыздар болады. Сау болыңыздар.